Мына жерде мынау кешегі салынған ғимараттарды жекеге сатып жатыр. Облыс әкімінің тапсырмасымен дейді, қала әкімі іске асырып жатыр дейді да. Түркістан қаласында мемлекеттік меншіктегі ғимараттарды сатып жатыр деген ақпараттар алуда. Осыған байланысты біз Келі шаһарға келдік. Қазір жергілікті билікпен кездесіп, мән-жайды анықтайтын боламыз. Бұл жерде сатылу деген сөздің өзі дұрыс емес. Яғни бұл ғимарат ешқандай да ешкімге ешқашан сатылған емес. Біріншіден, бұл мемлекеттік мекеменің теңгерімде тұрған ғимарат. Бұл сенімгерлік басқаруға ғана берілді. Белгілі бір нысанды жеке инвестор өз есебінен сенімгерлік басқаруға алады, яғни сол ғимаратты пайдаланып жүргізу құқығын алады. Ғимаратты күтіп ұстау шығындарын азайтады. Алмайды, өйткені нақты жауап бұл жерде біз конкурста жазылғанда келісімшартта нақты көрсетілген, сатып алу құқығынсыз деп көрсетілген. Сенімгерлік басқаруға өткізу туралы шешім ғимарат қараусыз қалған соң қабылданған. Орталықтың бұрынғы директоры ғимарат ішіндегі бөлмелерді заңсыз жалға беріп, сауда-саттық алаңына айналдырған. Нысанның көркі кетіп, ауласы қоқысқа толған. Ал сенімгерлік басқарушы келісімшартқа сәйкес визит орталықтың сақталуын қамтамасыз етеді. Ол қала туризмін дамыту бағытында өз есебінен жобаларды жүзеге асырады. Сондай-ақ кәсіпкерлік дамып, жаңа жұмыс орындары ашылады. Мән-жайды анықтадық. Шынайы ақпарат алып, бұл жүйенің жағымды жақтарының көп екенін байқадық. Яғни үнемделген бюджет халықтың жағдайын жақсартуға жұмсалуы әбден мүмкін ғой.